Жездем маған күнде тиіседі. Күнделікті таң, ауылдың ызғарлы ауасы, терезенің әйнегі мұзды ою салып даладағы тыныштықты одан әрі тереңдете түскендей. Мен Айзере, жасы 23-тен асқан, қолында бухгалтерлік есеп және аудит дипломы бар, бірақ дәл қазіргі сәтте қолында жұмысы жоқ қызбын. Университетті үздік бағамен бітіргенде, ата-анамның көзіндегі мақтанышты көргенде, міне енді үлкен өмір басталады, мен осылардың барлық еңбегін ақтаймын деп ойлаған едім. Әңгімені жалғастырмас бұрын қазақша арнаға тіркеліп, әңгімемізге лайк басып, комментарийге өз пікірлеріңізді қалдырып кетулеріңізді сұраймыз. Видеоларымызды парақшаға тіркелмеген 99% адам тіркелмей көреді екен, сол кісілерді тіркеліп кетулеріңізді сұраймын. Алғашқы 6 айда қаланың есігін тоздырып, әр фирманың, әр мекеменің табалдырығын тоздырдым. Тәжірибесіз қыздарды алмаймыз, декретке кетіп қаласыз, тек ер адамдарды қабылдаймыз деген қыз балаға тән ауыр жауаптардан шаршағанда, соңында анамның әзірге ауылға кел, бос жүрме, үй шаруасына көмектесесің деген сөзіне көніп қайта оралдым. 1 жыл өтті, мен ауылдамын. Ауылдағы өмірдің еш сөгеттігі жоқ, бірақ менің көңілімдегі дауыл тынар емес. Қаладағы құрбыларым жеке өмірін бастап, табысты жұмыс істеп жатқанда, өзімнің бұрышта отырып, есеп кітаптарын қайта оқып, білімді іске асыра алмағаным жан дүниемді шегіре жейді. Менің ең үлкен арманым әке-шешемді қалаға көшіріп алу еді. Қазір мен оларға ауырлық түсіріп отырғандай сезінемін. Айзере, сен ақылдысың ғой, неге бірдеңе істемейсің? Дипломыңды қалай босқа тастайсың? Бәлен жыл не үшін оқыдың деп өзім қамшылаймын. Бірақ қайтадан қалаға баруға, пәтер жалдауға қаражат жоқ. Сондықтан да осы жағдай мені қатты алаңдатады. Менің бұл үнсіз күйзелісімді әпкем Айгүл мен оның күйеуі Жәнібек жезе бірден байқады. Жәнібек жезе әпкемнен 3 жас үлкен, өзі ірі денелі, қоңырқай өнді, сөзіне тоқтай білетін салмақты азамат. Ол өз бетімен қалада шағын жүк тасымалдау логистикалық фирмасын ашқан, іскер, көп сөйлемей, көп тындырғанды ұнататын жан. Ол бізге бір демалыс күні қонаққа келді. Мен әдеттегідей үй шаруасының артына тығылып, оның көзіне түспеуге тырыстым, себебі оның сәттілігі менің жұмыссыздығымды одан сайын айқындап тұрғандай көрінетін. Кешкілік отбасылық дастархан басында Жәнібек жезе әкеммен шаруа, жер жағдайы туралы сөйлесіп отырып, маған қарап: Айзере, сен не істеп жүрсің? Осы диплом мен кітаптардың арасындағы байланысты таба алмадың ба әлі? Деп бірден төтесінен сұрады. Сөзінде келек емес, шынайы әкелік алаңдаушылық бар еді. Мен жерге қарап үзіп жауап бердім. Жезе қалада жұмыс табылмайды, қыздарға сенімсіздікпен қарайды, тәжірибе жоқ. Әзірге осылай анама көмектесіп жүрмін дедім, дауысым әлсіз шығып. Ата-анам сыртқа шығып кеткенде Жәнібек жезе жаныма жақындап отырды. Айзере, тыңда. Сенің қазіргі жағдайың сенің кінәң емес, бұл жүйенің қиындығы. Бірақ үмітсіздікке салыну ол сенің қателігің болады. Дипломыңды сөмкеңе салып қойып, ауылда отырсаң, ол саған ешқашан жұмыс тауып бермейді. Қыздар да, жігіттер де еңбекпен ғана дәлелдей алады. Менің көзімнен жас шығып кетті. Жәнібек сөзін жалғады. Менің фирмам шағын, бірақ іс көп. Маған қазір кіріс шығыс, құжат айналымын, кішігірім қаржылық есептерді жүргізуге көмекші керек. Бұл сенің мамандығыңнан алыс емес. Бұл сенің алғашқы қадамың. Сен қалаға келесің, жұмыс істейсің. Ең бастысы, біліміңді іс жүзінде қолданасың. Сен жұмыс іздеп жүрген адам емес, жұмыс істеп жүрген адам боласың. Ал ол кезде сенің дипломыңның құны артады. Менің көзімде үміт оты жарқырады. Жезекем, мен келсем, бірақ менің түсіндім, қаржы жағын ойлама. Мен саған қалада жарты ай тұруға, пәтер жалдауға жеткілікті қаражатты қарызға берем. Сен оны маған жұмыс деп 2 аяғыңнан нық тұрған соң қайтарасың. Мен саған жұмыс беріп жатқан жоқпын, мен саған адал мүмкіндік пен сенім беріп жатырмын деді. Сенің міндетің менің сенімімді ақтау. Жәнібек жезе бұл шешімді ата-анама аса үлкен мәселе етпей, менің қалаға баруымды жұмыс тәжірибесін жинауға жіберем деп түсіндірді. Ертеңіне ол маған қажетті құжаттарды ұсынып, қолымнан қысып тұрып: алға Айзере, сенің қолыңнан келеді, мен сенің ақылды екеніңді білем деді. Бұл сөздер менің ауылдағы 1 жылдық үмітсіздік жүгімді бір сәтте жеңілдеткендей болды. Мен қалаға оралдым. Жәнібек жезенің арқасында жатақханадан алыс емес,
жақын пәтерді жалдауға мүмкіндік туды. Фирманың есігін ашқан сәтім мен үшін жаңа өмірдің бастауы еді. Жұмыс жеңіл емес, бірақ қызықты. Құжаттар, шот-фактуралар, жүк тасымалдау кестелері, кіріс-шығыс есептері, салық құжаттары бәрін тез үйренуім керек болды. Бастапқыда менің жас әрі тәжірибесіз екенімді көрген кейбір әріптестер, әсіресе ересек бухгалтер әйелдер мені тек жездесінің арқасында келген қыз ретінде қарады. Қазір жастар осы ғой, еңбек жоқ, тек тамыр таныс, бухгалтерия оңай деп ойлай ма екен деген сыбыстарды естідім. Бұл менің намысыма тиді, бірақ мен үндемедім. Менің мақсатым осы жерде нағыз іскер маман болып қалыптасу еді. Үлкен қателік бір ай өткен соң менің жұмысымда ірі қателік кетті. Фирманың ірі клиентімен жасаған келісімшарт бойынша мен төлемді есептеу кезінде банктік комиссияны ескермей соманы толық аударып жіберген едім. Бұл фирмаға ондаған мың теңге көлемінде артық шығын әкеліп, келесі айдың есебінде айырмашылық пайда болды. Менің жүрегім қатты соқты. Мен бұл қатені бірден Жәнібек жездеге айтуға қорықтым, бірақ ақыры одан жасырудың мүмкін еместігін түсініп, барлығын айтып беруді ұйғардым. Менің ойымда, міне енді Жәнібек мені жұмыстан шығарады, әпкеме ұят болады деген үрей тұрды. Жәнібек мені кабинетіне шақырды. Айзере, отыр. Сенің қателігің туралы білесің бе? Деді ол тыныш қана, бірақ даусынан салқындық естілді. Я жездеке деп басымды көтермей отырдым. Көзімнен ыстық жас төгіліп кетті. Жәнібек бір сәт үнсіз отырды да, менің жылап тұрғанымды көргенде даусы жиби түсті. Айзере, мен саған не айттым? Қателіксіз адам болмайды дедім. Енді басты мәселе бұл қателіктің кімнен кеткенін анықтау емес, оны қалай түзеуге болатынын ойластыру керек. Сен бұл ақшаны қалай қайтаруға болатыны туралы ойландың ба, әлде тек жылап отырсың ба деді. Оның бұл салмақты сөзі менің есімді жиғызды. Ойладым, жездеке, мен клиенттің менеджермен сөйлесіп, келесі айдағы төлеммен осы соманы ұстап қалу туралы келісімшартқа қосымша жасауды ұсына аламын. Мен барлық есепті қайта ескеріп шығамын дедім, даусымды нығайтып. Жәнібек басын изеді. Дұрыс, барып бәрін тез арада түзе. Маған ешкімнің алдында ақталмайсың. Мен саған сенгенімді дәлелде. Мен сенің ақылды екеніңді білем. Қателік бұл тәжірибе. Ол сол күні мені ұрсудың орнына жауапкершілікті сезінудің ең үлкен сабағын берді. Мен сол қатені түзеу үшін бар күшімді салдым. Клиентпен келіссөз жүргізіп, қатені ресми түрде мойындап, келісімшартқа өзгеріс енгіздім. Қателік толығымен түзетілді. Жәнібек жезде мені шақырып жарайсың деді. Бұл сөз маған қатты демеу болды. Сол оқиғадан кейін менің жұмысқа деген ынтам еселеп артты. Мен тек бухгалтерлік көмекші емес, фирманың қаржылық жағдайына толық жауап беретін адам екенімді сезіндім. Менің дипломым мен білімім іс жүзінде көмектесе бастады. Мен фирманың салықтық төлемдерін тиімді жолмен оңтайландырдым. Мен ішкі қаржылық есептің айқындылығын арттыратын жаңа бағдарламаны ұсындым. Бұл Жәнібекке шешім қабылдауға көмектесті. 8 ай өткеннен кейін Жәнібек жезде мені кабинетіне шақырды. Айзере, сен менің күткенімнен де асып түстің. Сен қазір біздің бас бухгалтердің оң қолысың. Мен сені тек көмекші емес, толыққанды қаржылық есеп менеджері қызметіне ауыстырамын. Сенің жалақың деп ол менің күткенімнен әлде қайда жоғары соманы атады. Мен қуаныштан не дерімді білмей қалдым. Рахмет жезде, бұл сіздің арқаңыз. Бұл сенің еңбегің, Айзере. Сенің ақылың мен табандылығың. Мен тек сенің сеніміңді қайтардым. Мен алғашқы үлкен жалақымды алғанда ең біріншісі Жәнібек жездеме берген қарызымды толық қайтару болды. Жәнібек жезде менің өміріме кіргенде мен жұмыссыздық пен үмітсіздіктің құрсауында едім. Ол маған тек жұмыс орнын берген жоқ, рухани күш берді. Қыз балаға қаратылған күмән мен кедергілерді еңсеруге болатынын көрсетті. Сенім берді, қаржылық тәуелсіздікке жол ашты. Бүгінде мен Жәнібек жезденің фирмасындағы басшылық құрамның бір мүшесімін. Мен өзімнің мамандығым бойынша жұмыс істеп қана қоймай, компанияның дамуына тікелей үлес қосып жүрмін. Мен ата-анамды қалаға жақын жерге көшіріп алу арманыма бір қадам жақындадым. Біз бірде жездеме қарап, Жәнібек жезде, сіз маған жұмысқа тұруға емес, өмірде орнымды табуға көмектестіңіз. Сіздің көмегіңіз баға жетпес дедім. Ол мақтанышпен күлімсіреп, Айзере, мен сенің күшіңе сендім. Қыздардың жігері кем емес, кейде тіпті артық. Ешқашан тоқтама деді.
жәнібек жездеңнің маған тигізген көмегі бұл тек ақшалай қолдау емес, бұл ең алдымен адамға деген сенім, кәсібилікке баулу және өмірдегі қиындықтарға қарсы тұруға үйреткен ең үлкен көмек болды. Мен оның сенімін мәңгілікке жүрегімде сақтаймын деп кейіпкер өз оқиғасын аяқтады. Сіздермен болған өмірден алынған арнасы қазақша арнаға тіркеліп, әңгімеге лайк басып, комментарийге өз пікірлеріңізді қалдырып кетулеріңізді сұраймыз. Келесі әңгімеге дейін қош сау болыңыздар.